ең кішкентай, бірақ ең дарынды достары, бірінші сынып оқушылары. Бүгін үлкен мереке. Бүгін біздің бүлдіршіндер білімге алғашқы қадам жасап, әліппені толық меңгергендерін тойлаймыз. Тоқтаңыздар. Сіздер кімсіздер? Неге сахнадасыздар? Бұл біздің мерекеміз емес пе? Сонда біз бүгін әліппемен қоштасуға келдік. Біздің мерекеміздің ашылу сөздері емес, біз бастауымыз керек емес пе? Ой, кішкентай достар, сендердің асығып тұрғандарыңды көріп тұрмыз. Бірақ біз бұл жерде жай ғана жүргізуші болып тұрған жоқпыз. Дұрыс айтады. Біз осыдан 4 жыл бұрын сендер сияқты осы сыныпқа Айдана Ашымханқызы алдына келгенбіз. Сендердің қазіргі ұстаздарымыз біздің де алғашқы ұстазымыз. Сонда сіздер де әліппені оқыдыңыздар ма? Демек сіздер де әліппе білім анасы деп дауыстап айттыңыздар ма? Я, айттық. Біз де дәл сендер сияқты осы әліппені қолға алып, білімнің есігін аштық. Алғашқы ұстазға құрметімізді көрсету үшін біз сендердің бұл ерекше мерекелеріңді өткізуге көмектесеміз. Алақай, олай болса бастайық. Ендеше біздің салтанатты мерекеміз әліппемен қоштасуға қош келдіңіздер. Ендеше ортаға білімнің алғашқы баспалдағын сәтті аяқтаған біздің болашақ ізбасарларымыз 1-ші Си сынып оқушыларын шақырамыз. You said no, I said no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, I said no. Hasta la vida loca, te encanta la música, te toca. Hasta la vida loca, te encanta la música, te toca. Қуаныш неден басталады? Әрине қолымызда тұрған осы кітаптан. Дұрыс айтасыз, менің ойымша әліппе барлық кітаптардан ең мықтысы, өйткені ол біздің қиын да қызық жолына шығарады. Сен өте дұрыс айттың, кішкентай досым. Біз де 5 жыл бұрын осы әліппемен таныстық. Әр әріп бір жұмбақ. Әліппе кітабы сол жұмбақтардың кілті деп айтушы еді біздің ұстазымыз.
мен енді ешқандай жұмбақтан қорықпаймын. Өйткені әліппе маған 42 әріпті таныстырды. Менің сыныптастарым осы керемет кітапқа арнап көптеген тақпақ жаттады. Олай болса, сөз кезегін бірінші сынып оқушыларына берейік. Құрметті әліппе, сенің шәкірттеріңнің алғысын қабыл ал. Келгенде алғаш мектепке білмеуші едік, әріпте оқимыз, қазір ертікті үткен ана әліппе. Әліппе сауаты мен санамды аштым, достармен теңдес араластым, үйреніп әріптермен әңгімені күн сайын алға қарай қадам бастым. Енді біз жаза білеміз, әріпті қосып әріпке риза боп саған жүрміз, сүйікті біздің әліппе. Ең алғаш алғанымда әліппені қызғып қарай бердім, әріптерді мен үшін жұмбақ болып қалар меді, ұстазым мұның кілтін алып берді. Бар кітапқа бас болған әліппе, ғылым ағасы, әліппеден басталған даналықты данасы. Әліппен аған құлыма білімін аштың есігін, ақ ниет тілеп жолыма жазылды тұңғыш есімі. Білімге жол бастаған әліппем саған мың алғыс. Оқы деп ұран тастаған әліппем саған мың алғыс. Қош бол әліппе. Ойнауға келеміз.
Білім алу, білінарі үшін келемін. Оқым үшін келдім. Әліппе. Сабақ оқу үшін келемін. Оқуға сабаққа келемін. Сабақ оқуға. Сабақ оқу үшін келемін. Айдан апай мен Қақат апай үшін келдім. Тамақ ішкемін. Yum 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 yum. 맛있고 입새입 맛있어 맛있어 맛있고 냠냠. Yum 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 yum. 맛있고 입새입 맛있어 맛있어 맛있고 냠냠. Понравилось. Математика. Қар ойнамын. Доп келатыр, болып тұр. Вау! Қане? Керемет! Не істеп жатырсыңдар? Ей жандарым менің, көмекшілерім менің. Еркін форма киетін едік. Мәріне әліппе оқыдым. Балаларға көп мультик көргізем. Не? Кім алғыс айтады? Менің де досым болған. Мен бәрін көрдім. Жоқ, мені әртүрлі атайды. Сен менен қорқасың ба? Жоқ. Алмақ беремін. Well, why not? Мектеп бағасын түсіремін. Қысы? Кет бәріміз ойнаймыз ғой, несін бәрін сен де. Жасасың ба, кесін деш бәрін. Давай, кеттік. Тұр бәрін, тұр сен де. Ала, кел. Кел. Бұл мәлем сынақ қалды, давай. Жандарымсың. Жаңағыдай былай билесін деші. Көрініс заманауи оқушы. Siz matematika yapayısınız ba? Men Alan'ın mamasımın koy. Alan'ın matematikası kalır. Çok bölümüydü.
сіз үйретпейсіз бе? Неге мектепке барып жүр? Жарай, сіздің тек әкесі білмей-ақ қойсыншы, ұрсады. Жақсы, сау болыңыз. Мен білмеуім керек, а? Тез айт. Ой, алланың математика апайы ғой. Не дейді? Балалары да білмейді дейді. Бірге бірді қосамайды дейді. Білмейді, бірге бірді қосамайды.
Мен жарысқа қатысқанда медаль алдым. Қанша мемлекет қатысты? Менің санағымда екі мемлекет қатысты. Мен екінші орын алдым. Екі мемлекет қатысты, сіз ұтылып қалғансыз ғой. Жоқ, медаль алдым. Қазір мен сізге Бұғынып бір билейік шаң шығарып ортада шаршамай аяқ қолың тазадай шоқынып бір билейік Абайсыз бесіні ғой, құр ұйқысы кеткен. Алан, өткен, мәдени өтінгенді көшекер. Önce amındasın. Bus. Neden öğrengenді көшекер? Ay, men onu karateden öğrengen жоқпын, мен одан кинодан öğrengen. Баламыз қабылғанды сындырды. Қартайдым, баламызды каратеге жібере қойып, қартайды физика кетем. Жақсы сабыр. Алан болды, ешқандай қосымшаға бармайсың, бірақ сабаққа барасың. Әкем, мектептегі бармай қоямын. Жоқ, барасың. Бала не деді? Айтшы, аты бармай. Сүмге қойды. Балам, артында қой, артында. Ана сүмкене қалай қарап жүрсің? Олай өшкенше сабыр. Біздің де алғашқы ұстазымыз болғандықтан, біз апайдың құпия сөздерін мен сиқырлы фразаларын жақсы білеміз. Қазір біз сендердің ұстазға зейіндеріңді тексереміз. Дайынсыңдар ма? Бірінші сұрақ. Егер сыныпта оқушылар сөйлеп кетіп, сынып іші шулы болса, ұстаз қандай сөз айтады? Тамаша, дәл солай. Енді екінші сұрақ. Ұстазымыз таңғы аса сендерге ботқаны жеу үшін не айтады? Керемет ботқа, керемет. Жарайсыңдар. Ал енді соңғысы. Егер сендер бір бұзылық жасап, немесе сыныптасыңды байқамай ренжіткен кезде айтатын сөзі бар. Ол қандай сөз? Vibration. Бәрекелді. Сендер ұстазымыздың фразаларын есте сақтап алыпсыңдар. Ұстазымыздың әрбір сөзі біз үшін жұмсақ әрі жылы. Ендеше келесі кезекті ұстазымызға арналған өлең жолдарына берейік. Алғаш ұстатқансың санамды, алғаш ұстатқансың қаламды, сол үшін де мәңгі сыйлап өтермін түсіндірге жақсы менен жаманды. Білімнің кәусар бұлаған жүресің құйып санама, біз үшін сенсің мұғалім, ұстаз да ғалым. Ұстаз болу жүректің батырғылы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның алтындығы. Әліппені ашқызып, әріптерді үйреттім, қаламды алып қолыма жазуды да үйреттім. Ұстаз деген бес әріптен құралған, ұстаздарым шәкірт үшін жаралған, шәкіртіне үйретеді білгенін, ұстаз мәңгі
Улағаты бір арман. Келгенде алдына қызы жасыл гүл алып, жақын татып жанына сәкір теріп деп қуанып, сипатаңды басындан, әліппені ұсындың, бақытының осындан басталғын шындың. Білімнің кілтінде әліппе ұстасқан, көға үгі кәлмей, тұқыға ұстақтқан, қамқорлы ол қыздың, мұғалім ол біздің. Дария ұстаз әні. Ұстазына, ұстазына, мектептің жүрегісің. Ұстазына, ұстазына, мектептің тірегісің. Білімнің бұлағындай, үштемде шөлім қанбай. Ұстазың сусындаттың бізді, жалықпай өрін талмай. Білімнің бұлағындай, үштемде шөлім қанбай. Ұстазың сусындаттың бізді, жалықпай өрін талмай. Ұстазына, ұстазына, мектептің мақтанысың. Ұстазына, ұстазына, мектептің ақтанысың. Білімнің бұлағындай, үстемде шөлім қанбай. Ұстазың сусындаттың бізді, жалықпай өрін талмай. Білімнің бұлағындай, үстемде шөлім қанбай. Ұстазың сусындаттың бізді, жалықпай өрін талмай. Ұстаз. Білімнің бұлағындай, үстемде шөлім қанбай. Ұстазың сусындаттың бізді, жалықпай өрін талмай. Білімнің бұлағындай, үстемде шөлім қанбай. Ұстазың сусындаттың бізді, жалықпай өрін талмай. Ұстазың сусындаттың бізді, жалықпай өрін талмай. Құрметті ата-аналар, біз сіздердің әліппе кітабын қаншалықты жақсы еске сақтағандарыңды тексергіміз келеді. Қазір біз суретті ребустар көрсетеміз. Жауабын білген ата-ана қол көтеріп жауап береді. Жауабын тексерейік. Бәрі дұрыс. Тамаша. Келесі. Жауабын тексерейік. Бәрі дұрыс. Тамаша. Керемет. Келесі. Бәрі келді. Дұрыс. Келесі. Жауабын тексерейік. Бәрі дұрыс. Келесі. Бәрі дұрыс. Келесі.
Barakaldı. Bari duruz. Kelesi. Javobini tekshiraylik. Barakaldi, tomosha. Tomosha. Qo'shaxon. Javobini tekshiraylik. Bari duruz. Qanday bilimli ota-onalar, bizning ustozimiz sizlarni de yaxshi o'qitgan ekan. Belsendilik tanıtqanlarınız üçün sizlerge rahmet. Қазір biz sahnaga Ayşe Qo'shaxon men chiqadi. Jaga pangawanga Barag yadang kadarap Berkosa ka ng gamay Syagtawa ng tugurap Akman ng ay bigyan Chikit-mikit pag-bigyan Kita mo ng sarap Kosa ka ng kaibigan Akman ng Chicken make your body Kita mo na sa harap O siya ka ng kaibigan Kita mo na sa harap O siya ka ng kaibigan Chicken make your body Kita mo na sa harap O siya ka ng kaibigan Құрметті достар, алда тек қызықты сабақтар, жаңа достар және үлкен табыстар күтіп тұр. Бүгінгі мерекенің соңында үлкен өмірге қадам басқан бірінші сынып оқушыларының болашағына арналған салтанатты вальске шақырамыз.
Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Бәрекелді. Келе ғой. Ортаға келеміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, ұстаздар. Бүгінгі біздің алғашқы сахнаға шығып келіп жатқан кешімізге үлкен рахмет сіздерге. Қадамдарыңызға нұр бітсін. Біздің балапандарымыз жарады. Бәрекелді. Жарайсыңдар. Қазір біздің кешімізге қонаққа келіп отқан мектебіміздің құрылтайшысы Әсел Иманғалиевна және мектеп директоры Дәулет Түлкібайұлы бірге шығып, кішкентай балаларымызға тілектеріңізді білдірсеңіздер. Рахмет үлкен. Құрметті ата-аналар, қадірлі ұстаздар, бүгін енді біздің ең кішкентай шәкірттеріміз үшін ерекше есте қаларлық күн. Ең алғашқы кітабы әліпбимен қоштасып отыр. Бұл баланың білім жолындағы ең алғашқы қадамы. Сондықтан құрметті ата-аналар, балапандарыңыздың қадамы құтты болсын. Менің баста айтатыным қазақтың әліпбенің атасы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов негізін қалаған әліпбенің маңызы өте зор. Өйткені әліпбе тек дыбыстармен әріптер жүйесі емес. Оның негізінде біздің түркі халықтарының этикалық коды, біздің ұлттық құндылықтар жатыр. Ол ар, намыс, ұят. Ар, намыс, ұят. Осы құндылықтар сонау ата-бабамыздан бізге аманат ретінде жеткен ең басты құндылықтар. Егер біз осы балаларымыздың бойына біліммен бірге, тәрбиемен қатар осы құндылықтарды сіңіре алсақ, онда шын мәнінде нұр үстіне нұр болар еді. Өйткені қазіргі осы кішкентай балалар енді уақыт тез өтеді. Ертеңгі үлкен жолдың тұрған жігіттер мен қыздар. Ал сол үлкен жол ең басты отбасыда басталады. Егер мектеп пен ата-ана бір мақсатта, бір сенімде, бір бақытта болса ғана, онда бала өз бақытын таба алады. Сондықтан ата-аналар бірге болайық. Ал енді осы жолда бүгін біздің оқушыларымызға алғашқы әріппен танытқан, алғашқы кітапқа деген сүйіспеншілікті оятқан біздің аяулы, ардақты бастауыш сынып мұғалімдеріне мен ерекше алғысымды білдіремін. Айдан апай, рахмет, сізге көп рахмет. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Балаларымыздың білім мен тәрбиесі терең, рухы мықты, жүректері таза болсын. Рахмет сіздерге. Қайырлы күн, ардақты ата-аналар, құрметті әріптестер, сүйікті біздің балаларымыз. Расында бүгінгі осы жиын әсіресе ата-анаға, апаларға, аталарға сондай жанға рахат сыйлайтын, жүрекке жылы үй алататындай сондай кешке айналды. Біздің бүлдіршіндерімізге үлкен рахметімізді айтамыз, себебі олар осы сахнада тек қана өлең айтпай, ән де айтты, би де биледі, жеңіл түрде әзіл де айта білді. Бәріміз тәмсана қарап соған күліп отырдық. Енді бір жақсы сөздер бар, білім сарқылмас қазына деген. Яғни әрбір бүлдіршін сол қазынаның кілтін
алғашқыда сол әліппеден бастайды. Яғни бүгінгі кеш соған дәлел болып тұр. Біздің балапандарымыз алғашқы қадамын нық аяқтап, енді әліппенің ар жағы білімнің бітпес бағы деп айтады. Сол баққа аман есен қонып, енді келесі кезеңге батыл түрде ауысуға дайын. Баршаңызды осы керемет жетістікпен, әсіресе ата-ананы айту, біз балалармен қоса әріпте үйренеміз. Сол қалай аталады, қандай дыбыспен шығатын барлығын үйренеміз дегендей. Қатарлас үйде оқуда жүреді. Әрине, балапандарымызға осындай керемет кешті бізге көрсеткен үшін үлкен рахмет айтамыз апайына, Айдана апайына. Және де осындай кешті қолдап келген барша әріптестеріме және тағы да ата-анаға рахметімді айтамын. Ата-анаға бір алғыс айтатын, бізді әрқашанда солай қолдап және бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен алғыс. Себебі сіздердің қолдауларыңыз балапандар үшін әрине өте сондай маңызды. Және де әрбір бала ол бір самұрық сияқты. Қандай айтады ғой, бір мақал бар. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген. Әрине, ол өте маңызды дүниенің бірі, Әсел Иманғалиевна айтқандай. Отбасы мен мектеп тоғысып бір мақсатта ғана жұмыс жасаса ғана бала керемет тұлға болып, ойлы, саналы сондай болып өседі. Әрине, тағы да қайталап өтем, кез келген ата-анаға, апа, әжелерге балалардың ақылды, тәрбиелі, даналы, парасатты болған үлкен сондай мерейлеріңіз үстем болсын, құрметті ата-аналар. Мына келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Рахмет. Қазір ортамызда әжеміз отыр екен. Кішкентай бүлдіршіндерімізге батаңызды берсеңіз. Кішкентай балапандар, мына әліппені қоштасың, мерекелерің құтты болсын, ары қарай сабақтарыңды жақсы оқып, мектептен тарыдай болып, таудай болып шығыңдар, денсаулықтарың мықты болсын. Ойлаған мақсаттарыңа жетіп, келешекте осы Қазақстанның белгілі бір азаматтары болып өсе беріңдер. Үлкен рахмет. Құрметті ата-аналар, тағы да келгендеріңізге өте үлкен рахмет айтамыз. Әсел Иманғалиқызы, Дәулет Түлкібайұлы, рахмет үлкен келгендеріңізге. Осымен кешіміз аяқталды.